Сәлеметсіздер ма, көрермендерім, подписчиктарым және каналымның қонақтары. Сіздерге бүгін азофоска жайлы азын-аулақ ақпарат бергім келіп жатыр. Азофосканы өте жиі қолданып жатамыз. Кез келген өсімдіктердің бәріне жарай береді. Гүлдерге жаңағы жаз мезгілінде міндетті түрде құрамы қалыпты араласқан жаңағы калий бар, азоты бар, магний бар, тағы басқа дәрумендері араласқан таптырмас қоспалардың бірі дегім келеді. Және де мына өсуге стимуляторлар араластырып жатады азофосканың кез келгеніне. Осындай қалыпта кебу түрде өсімдіктердің жанына айына бір рет азын-аулақ көлемде салып қойсақ болады. Суғарған сайын керекті көлемде жаңағы кез келген қоспасын өсімдігіміз өзі сіңіріп алып жатады. Енді анықтап айтатын болсам, кішкентай қасықтың ұшымен десем ол кішкентай қасықпен жарты қасық салсақ жеткілікті кез келген өсімдіктердің бәріне. Мен кебу түрінде қолданамын, жиі енді суға араластырып қолданып жатады, бірақ өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, кебу түрінде қолданған дұрыс болып жатады. Кез келген өсімдікке осы қалпында міне жанына, топырағына сеуіп қойсаңыздар жеткілікті. Суғарған кезде сынып кетіп жатады, топырағына сынып кетіп жатады. Яғни өсімдік керекті көлемде өзіне жетпей жатқан құрамында қоспаны сіңіріп алып жатады. Кез келген өсімдікке қолдана берсек болады. Мына күш алған атроскаларға да қолдансақ жақсы нәтиже көріп жатасыздар. Бұндай қоспаны айына бір рет терең күзге дейін қолдансақ болады. Айына бір рет жеткілікті өсімдіктерімізге. Жақсы нәтиже көріп жатасыздар.